күн. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін жаратылыстану сабағынан 12-ші сабақ таныстырайын деп отырмын. Ашық сабаққа құрылған тақырып жануарлар энергияны қайдан алады деген тақырып. Оқу мақсаты өсімдік қоректі және жыртқыш жануарларды ажырату. Бұл сабақтан шығатын критерийлер қоректік тізбек туралы біледі, қоректік тізбектің тізімімен танысады. Энергияның қоректік тізбек арқылы таралатынын түсінеді және өсімдік қоректі жыртқыш жануарларды ажырататын болады. Білу, түсіну, қолдау, талдау дағдысын дамытамыз, ал ұлттық құндылық табиғат байлығын сақтауға тәрбиелеу. Сабақты желпуіш әдісімен бастаймыз. Желпуіште әр бөлігінде әріптер, мысалы зерттеуші деген әріптің әр қайсысы жазылып тұрады. Бақылаушы деп оқушыларға бір желпуіш бересіз. Оқушылармен амандасып, желпуіш таратасыз. Желпуішті ашып, оқушылар әріптерді оқып, өзінің тобына барып отыра қалады. Бұл жерде біз 3 топ жасадық: зерттеуші, бақылаушы және жас ғалымдар. Сосын топтарға бір қалпақ бересіз. Көңілді қалпақ ойыны арқылы өткен тақырыпты бекітеміз. Өткен сабақты қорытындылау үшін мұғалім тақырыптар бойынша сұрақтар қояды. Ал оқушылар мұғалім сұрақты қойып болғанша қалпақты бір-біріне кигізіп отырады да, сұрақты қойып болған кезде қалпақ кімнің басында қалды, сол оқушы жауап береді. Үй тапсырмасын осылай көңілді қалпақ әдісімен сұрап аламыз. Бұл жерде барлық жауап берген оқушылар бір ұпай алады. Әрі қарай пазл әдісімен танымдық тәжірибе жасатамыз. Бұл тақырыпты таныстыру үшін бейне жазбаны көрсетеді мұғалім. Бұл жерде жаңағы жануарлар мен өсімдіктердің күннің энергия көзі екендігі ютубта тұр. Күннің энергия көзі екендігін, күннің энергиясын өсімдіктер алады, өсімдіктерден өсімдік қоректі жануарлар алады, одан өсімдік қоректі жануарлардан жыртқыш жануарлар алатынын түсіндіріп өткен бейне жазба бар. Соны көреді. Сосын бейне жазба арқылы мұғалім түсіндіріп өтеді. Бейне жазбаны көрсеткен екен оқулықтағы мәліметтерді оқып түсіндіреді. Сөйтеді, жаңағы оқушыларға сурет таратады. Суретте олар суреттегі қоректік тізбекті әңгімелеп береді. Ұжымдық жұп болып жұмыс жасайды. Бір сурет алып, оқулықтағы суретті немесе қосымша бейне жазбадағы суреттер беруге болады. Сөйтеді, жұптар суреттерді бағыттау арқылы, бағыттағыштармен бағыттап отырып, қоректік тізбе жасап, бірнеше нұсқа ұсынады. Бұл жерде әр жұп 2 ұпай алады. Әр қарай тәжірибе. Екінші тәжірибе ол топпен жасалады. Жаңағы энергиялар бірін-біріне таралу барысында, мысалы өсімдік қоректі жануарлар энергияны алды, бірақ өсімдіктің бойындағы энергияның барлығы сол өсімдік қоректі жануарларға өтпейді, азая береді. Жаңағы тізбек көбейген сайын энергия азайып баратынын пирамида әдісімен түсіндіріп өтеді мұғалім. Сосын жаңағы бос пирамида сұлбасына топтар өздері білетін өсімдік қоректі жануарларды, сосын жыртқыштарды орналастырып, атауын жазып, пирамида жасайды. Сосын оны түсіндіреді өздері. Пирамида сұлбасына 1-ші, 2-ші, 3-ші буын өкілдерін жазып, топтарында талқылап, бірін-біріне түсіндіреді. Әр топ мүшесі 3 ұпай алады. Қай энергия тарату көзі, қай энергия қай буында көп екенін, қай буында аз болатынын түсіндіру мақсатында жасалады осы жұмыс. Сосын сергіту сәтінде күлдірмек ойыны ойнатылады. Жасанды интеллект арқылы мультфильм кейіпкерлері мынандай өлеңдер оқиды. Қай оқушы тыңдау барысында күлді, ол оқушы ойыннан шығып отырады. Сөйтіп 5 минуттық сергіту сәтін жасайды. Мысалы, мынандай ойын бар: мені көріп қоңыздар жандар ашып, бір такси тауып келді жанталасып, таксидің үлкендігі тәппішкедей, рөлде шыбын отыр есік ашып деп жасанды интеллект арқылы жасалған бейне жазбаны көрсетеді. 3 бейне жазба бар, 3 кейіпкер оқиды. Соған оқушылар тыңдау барысында қай оқушы күлді, ол оқушы ойыннан шығып отырады. Немесе барлығы да көңіл көтеру мақсатында сергіту сәті жасалады бұл жерде. Сосын енді зерттеу тәжірибесі 3-ші, ол өзіндік жұмыс ретінде беріледі.
суда және далада тіршілік ететін жануарлар тобын ажыратуды түсіндіреді. Мұғалім әр оқушыға суда және далада тіршілік ететін жануарларды зерттеп, суда қандай қоректік тізбек жүреді, суда қандай энергия алмасу процесі болады, ал даладағы жануарлар мен өсімдіктер арасында қандай қоректік тізбек жасауға болатынын әр оқушы мынау зерттеу парағын алып өздері жасайды. Зерттеу парағы міне өздері жасайды. Мына жерде алгоритмі тұрады. Әр оқушыға осы алгоритм беріледі. Алдымен өзіне берілген суреттерді алады, олардың тіршілік ортасын анықтайды. Олар суда тіршілік ете ме, жоқ далада ма, сол ортада тіршілік ететін өсімдік түрлерін анықтап алады. Сөйтеді өсімдік қоректі жануарларды анықтайды, жыртқыш жануарларды анықтайды. Сөйтеді бағыттама, мынау стрелкалар арқылы олардан қоректік тізбек жасап, мына астына жазады. Бұл сабақты бекіту және әр оқушының тақырыпты қаншалық түсінгенін анықтау мақсатында беріледі. Оны жинап алады мұғалім. Сөйтеді сол жерде үш ұпай өздері жаңа слайдта дұрыс жауабы шыққан кезде өздері ұпай белгілеп алады. Сосын WordWall әдісі арқылы мына сілтемені оқушылардың телефондарына жібереді. Жаңа сабақты бекіту мақсатында бұл жерде жануарлар тобын анықтап, осы сабақты бекіту мақсатында құрылған ойын. Ары қарай өзіңді бағала деген слайдта, анимацияланған слайдта 10, 9, 8, 7, 6, 5 деген дөңгелекшелер тұрады. Әр оқушы сол дөңгелекшенің бірін таңдап, басып, өзінің сабақтан алған әсерін біледі. Оны мұғалімде рефлексия мақсатында біліп отырады. Қай оқушының осы сабақта көңіл-күйі қалай болды. Жалпы 12-ші сабаққа құрылған сабақ осылай аяқталады. Бұл ашық сабақтың құрылымы, қысқа мерзімді жоспары. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс.